Кездесуге келіскеніңе рахмет. Менімен не үшін кездескіңіз келді? Бұлай суықтық танытпасаңшы, бұл сенің сұлу жүзіңе жараспайды. Не айтқыңыз келді, соны айтыңыз. Менің айтайын дегенім, сен ең мықты адамсың. Сен Мырзабек Жандосқа күйеуге шығасың, ал Мырзабек Жандос өте бай адам. Тек сені Мырзабек Жандос қана бақытты қыла алады. Қарап тұрсам, сіз аты жөніңіз толық айтқанды жақсы көреді екенсіз. Айтқаныңызды бәрі екетпей орындайды. Бәрін ақшамен шеше берем деп ойлайсыз. Дәл солай. Бірақ мен емес. Мені сіз басқара алмайсыз. Мен ешкімге де бағынбаймын. Бәрі алда, бәрі өзгереді. Иә, бәрі өзгереді. Бірақ та адам мінезін ешкімне өзгерте алмайды. Сау болыңыз. Оны әлі көре жатармыз. Сонымен айта беріңдер. Назгүл шешімін өзгертер емес. Жандос не деді? Бас тартпайтынын айтты. Назгүлді өте сұлу әрі әдемі қыз. Ол екеуін ешкім айырамайтынын айтты. Сен ештеңе білмеген шығарсың. Ит жордым. Не дедің? Ит жордым. Түсімде. Мақсат, егер сен болмағанда оның өңімде істейтін едім. Ең бастысы сабырмен, сақтықпен әрекет ету керек. Бұл тойды тоқтату мүмкін емес екенін білдім. Бірақ та сонда да талпынып көрдік. Енді жоспарымызды орындайтын сәт келді. Сәлеметсіз бе мырза? Мен Назгүлге көмектесуге келдім. Сәлем, Наз. Айым, сен бұл жерде не істеп жүрсің? Не болды? Маған келуге болмай ма? Жоқ, құрбым, ол не дегенің? Мына ер ыстық екен, мен терезені ашып қояйын. Менде ұл бар, сенде қыз бар дегендей. Бірақ мен сонда да Назгүлдің шешімін білгім келеді. Мырзабек, ол не дегенің? Әрине Назгүл разы. Өзің айтшы, Назгүл, сен разысың ба? Ол разы емес. Бұл сен бе? Иә, мен. Сен ит, менің үйіме қалай кірдің? Ит адамды ит десе, мүлде жараспайды екен. Мақсат ағай, Марсель, сіздер не істеп жүрсіздер? Саған қазір бәрін айтып беремін. Осыдан 18 жыл бұрын менің туылған қандасымды алып кетті. Ұрлап кетті. Біз оны өлді деп ойладық. Сөйтсек, оны ұрлап кеткенге және де ол адамды мен таптым. Ал маған оның қандай қатысы бар? Менің үйіме кіріп алып не сандақтап тұрсыңдар өзі? Кешірім сұрайын. Мен өзім таныстыруды мүлде ұмытып кеттім. Мақсат Сейдуллаев, тергеуші инспектор. Сіз, Махамбет, осыдан 18 жыл бұрын бала ұрлады және есірткі саудасымен айналысты деген айыппен тұтқындалдыңыз.